Армысыздар, құрметті ұстаздар, әріптестер, оқушылар. Заманымыздың заңғар перзенті, қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 113 жыл толуына орай бүгін мен сіздерге Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ғасыр адамы тақырыбындағы тарихи сағатты назарларыңызға ұсынамын. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1912 жылы 12 қаңтарда Верный, қазіргі Алматы қаласында қызметкерлердің отбасында өмірге келген. 1930 жылы Алматыдағы нөмір 14 орта мектепті бітіргеннен кейін 1931-1936 жылдары Қазақстан өлкелік комсомол комитеті Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты Мәскеудегі түсті металл институтына оқуға жібереді. 1936 жылы институтты ойдағыдай бітіріп, тау-кен инженері мамандығын алады. 1936 жылы оқуын ойдағыдай бітіріп, тау-кен инженері мамандығын алған Қонаев 1937-1939 жылдары Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат руднигінде жұмысқа орналасып, онда бұрғылау станогының машинисі, цех бастығы, рудниктің бас инженері және оның директоры болып қызметтер атқарады.